Саламатсыздар ма? YouTube арнама қош келіпсіздер. Сіздермен бірге Диана. Бүгінгі видеода біз өте тәбетті ашатын салат дайындаймыз. Алдымен баклажандарымызды тұзды суға салып қоямыз. Қызанақтарымызды аршып, ет тартқыштан өткізуге дайындап аламыз. 200 грамм шамасында сарымсақ және әші бұрыш. Әші бұрышы менде осындай 6 штук, ішіндегі осындай тұқымының дәнін алып тастадым. Және бізге тәтті бұрыш қажет болады. 3 килограмм қызанақ, 3 килограмм тәтті бұрыш. Осын қазір барлығыны ет тартқыштан өткіземіз. Тәтті бұрыштан соң сарымсағымызды және қызанақтарымызды өткізіп аламыз. Укропымызды сақтап тұрып алдық. Менде кәдімгідей кішілеу пучок укроп. Және бізге бір 300-400 грамм шамасында майға жет болады. Ошақта қазанға дайындадым. Қызанағымызды салып, артынан тәтті бұрышымызды саламыз. Қайнап шығуын күтеміз. Баклажандарымызды суымыз салып, дайындап аламыз. Қайнап шығып жатыр, болгарский. Енді үстіне жаңағы баклажандарымызды саламыз. Баклажандарымыз қайнады. 10 минут шамасында қайнады, міне түсі өзгерді. Осы сәтте біз 300 мл өсімдік майын құямыз. Майымыздан соң сарымсағымызды саламыз. Сарымсақтан соң 2 ас қасық тұз және 3 ас қасық толтырып 3 ас қасық құм шекер салдым. Міне осылай баклажандарымыз жалпы уақыты 20 минут қайнады. Сарымсақтан кейін тағы да 10 минут қайнатты. Қазір енді біз укропымызды саламыз. Укроп салған соң тағы да 5 минут қайнатамыз. Міне осылай салатымыз дайын. Қазір мен тура 1 шай қасық уксус эссенциясын салдым. 70% уксус эссенциясы. 1 шай қасық. Қазір енді осындай ыстық кезінде банкаларымызға құйып аламыз. Құюды бастадық, бисмилля деп. Міне осындай баклажандарымыз әдемі болып тұр. Пісіп кетпеген, езіліп кетпеген, бұлжырап кетпеу қажет. Себебі әлі банканың ішінде тұрыпты, бұл жұмсарады баклажандарымыз. Міне осындай өте дәмді салат. Түрін көрсеңіздер де болады, өте аппетитный. Нығыздап салып жібересіздер, арасында ауа қалмау қажет. Банкаларымызды дәл осы тәрізде құйып аламыз. Міне суымен қоюсын біркелкі қылып құйып аламыз. Шамал әшілеу, тәбетті ашатын салат болады. Осындай салатымызды біз банкаларымызға құйып алдық, үйге алып кіріп алдым. Ошақтан осылай толтырып құйып аламыз. Осындай әдемі түсті болады. Кәдімгідей огонек, бірақ ішінде осындай баклажандарымыз бар. Дәмі кәдімгідей әшілеу, дәм білініп тұрады, әшілігі білінеді, қыздар. Банкаларымызды аударып, үстіне жылы нәрсе жауып, толық суыны күтеміз және қараңғы салқын жерде сақтаймыз. Сіздермен бірге болған Диана, сау болыңыздар.